Бекпенбеттің би келіні. Еділ жайық арасындағы Нарын құмының Сасықтау деген алабын 19 ғасырдың бас кезінде қоныс тұрақ еткен Бекпенбет би ақыл парасатының молдығымен төңірегіне қадірі артқан адам болыпты. Сол Бекпенбет би алып анадан туады. Болашақ келінімнің атақ даңқына емес, адамдық қалпына көңілім толсын деп Шолтыр деген баласына өзі қалыңдық таңдапты дейді. Бекпенбет бидің таңдағаны Қызылқұрт тайпасының беделді адамы, өзінің бастасы, Сәрет бидің ақылына көркі сай балым, кейбір деректерде балжан деген қызы болса керек. Бір-бірінің қадірін білетін қос би ықылас пейілдерін жарастырып, кешікпей-ақ құдалықтың жөн жоралғысын бастап та жібереді. Содан мерзімді уақыты жетіп, Сәрет бидің қызы балым ұзатылады. Ұзатыларда балым ел жұртымен қоштасып тұрып, атағым шықпайтын жерге бара жатырмын деп сыңсу айтыпты. Кейін осы сөз Бекпенбет бидің құлағына да жетеді. Сонда ақылды би келініне көңілі толып, келінім ақыл парасаты сай би болады екен. Атағым шықпайды дегені, өз аты аталмай, менің атымның шылауында қалып, Бекпенбеттің би келіні атанып өтетінін меңзеген болар. Тәңірім ниетін қабыл етсін депті. Дуалы ауыз бидің айтқаны айдай келіп, Сәрет бидің қызы кешікпей-ақ Бекпенбеттің би келіні атанып, жасы ұлғайған кезінде ел жұрт Бекпенбет ауылындағы би бәйбіше дейді екен. Бекпенбеттің сол би келіні балымнан әйгілі Мақаш Мұхамеджан Хакім 1830-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Мақаш Шолтырұлы өз кезінде Орынбор қаласындағы кадет корпусында оқып, Бөкей хандығынан кейін құрылған Каспий жағалауындағы 1 және 2 округтерде 30 жылдай хакім болған. Ақселеу Сейдімбек шежірелік деректерді пайымдау қазақтың ауызша тарихы кітабынан оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.